Осы күнге дейін ең көп қойылған сауал сілекейін жұтуға бола ма еді. Енді оны барлығын айтып түсіндірдік. Сілекейін жұтатын болды барлығы. Енді бірен-сірен қалып қалғандар болса, биыл жұтсын, енді оларда қалып қалмасын. Ал енді биылғы ең көп қойылып жатқан сауалдардың біреуі, қарызы бар адамдар ораза ұстай ала ма? Мысалы, өткен жылғы, арғы жылдардағы қарыздарыңыз болса, ораза ұсталмаған, соларды ұстай ала ма? Яғни бұл келген оразаны десе, әлбетте ұстайсыз. Яғни ертең ниет қылып ұстай бересіз. Қалай болғанда жақсылық амалға талпынуыңыз үлкен нәрсе болады. Бірақ бір нәрсені біліңіз, ауру сырқау болған адам, денсаулығында кінәраты болған адам ораза ұстамайды. Неге? Өйткені, яғни оның Құрандағы тікелей аяты да тұр. Денсаулығы бар адам, ахуалы көтерген адам, жол жүрмеген адам ораза ұстайды. 8 наурыз әйелдер мерекесі оразаға келіп тұр. Ауыз бекітіп бір-бірімізді құттықтап қыдырсақ бола ма дейді. Жалпы қыдырған жақсы ғой, бірақ сол беттен қыдырымпаз болып кетпеу керек, тоқтамай. Мына оразада біреу сұрап еді, ұйықтауға бола ма деп. Әлбетте, егер адам, кейбір адамдар бар, тілі азарда безер, елдің барлығы жаңағы одан күйіп, қиыншылық көріп жатқан болса, онда ол адамның ұйықтағаны жақсы. Ораза ұстап, және ораза оны түзетпесе, онда бұл адам ұйықтағаны жақсырақ болады. Ұйықтағанда ешкімге зияндық жасамайды.